Баршаңызға қайырлы күн, Бауырсақ ТВ каналына қош келдіңіз. Асыққанда не пісіреріңізді білмей жүрсеңіз, бүгін сізбен өте жылдам, оңай жасалатын шелпектердің рецептімен бөлісетін боламын. Анамның көптеген жылдар бойы пісіріп жүрген рецептісі. Арнамыздан алыстамай видеоның соңына дейін көріңіз. Ол үшін бізге ерітілген маргарин, сүт, су, тұз және қант қажет болады. Барлығы жылы болуы қажет. Тегешімізге барлығын қосып, қантымыз бен тұзымыз ерігенше араластырамыз. Барлық массамыз жып-жылы болуы қажет, тым ыстық емес және тым суық болмауы қажет. Үстінен жарты шай қасық ас содасын қосамыз. Барлығын бірге араластырып, үстінен ұнымызды қосып отырып, нанымызды илейміз. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Комментариймен бөлісе отырыңыз. Қамырымыз қоюланған кезде үстелге түсіріп, қолмен илеп аламыз. Тегешіміздің ішін тап-таза етіп, барлық нанымызды түгел түсіріп аламыз. Қамырымыз дайын болғанда қолымызға жабыспайтын болады. Ас содасына иленгендіктен бетін жылы жабудың қажеті жоқ. Тегешті төңкеріп қоямыз. 5-10 минут тынғанша жетеді. Наным тынғанша қуыратын майымды әзірлеп қоямын. Кішкене тоң май қосып, үстінен сұйық май құйып дайындап қоямын. Тоң майдың жасалу жолы қажет болса, комментарийға жаза кетіңіз. Келесі жолы видеомен бөлісетін боламын. Тоң май қоспай, тек қана шемішкен майына қуырып алсаңыз болады. Менде 10 минут уақыт өтті. Нанымды ашып, бөліктерге бөліп, домалақтап жайып аламын. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Нанымызды 3-5 мм-дей етіп, жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Менің кішкентай көмекшімде артымнан қайталап отыр. Сіздер де жасап көріңіздер. Әбден қызып тұрған майымыздың үстіне шелпектерімізді екі жағынан аударып қуырып аламыз. Шелпегіміздің екі шетінен көтеріп, ортасындағы ауасын шығарып жіберсек, асты тегіс болып біркелкі пісетін болады. Ас содасына иленгендіктен өте жылдам піседі. Мұқият қарап аударып алыңыз. Жұма күні дастарханға пісірсеңіз, таптырмас тағам өте жылдам әзірленеді. Ішіне маргарин қосылғандықтан үлпілдек, жұп-жұмсақ болып піседі. Сіздер де әзірлеп көріңіздер, ас болсын.